Квант деген не? Неге қазіргі физикада бұл сөз барлық жерде кездеседі? Кванттық компьютер, кванттық технология, кванттық физика деген секілді. Квант ұғымын толық формуламен, нақты мысалдармен және де қарапайым тілмен түсіндіретін боламын. Бұрын ғалымдар энергия үздіксіз беріледі деп ойлады. Яғни энергияны қалаған азайтуға және көбейтуге болады деп санады. Мысалы, пешті аздап қыздырамыз, жарықты сәл күшейтеміз. Бірақ бұл атом деңгейінде мүлдем жұмыс істемеді. Тәжірибелер көрсеткендей, атом энергияны кез келген мөлшерде қабылдамайды. Тек белгіленген мөлшерлерде ғана қабылдайды. Осы жерде жаңа ұғым пайда болды. Квант бұл энергияның ең кіші бөлінбейтін үлесі. Мысалы, ақшаны алайық. 1 теңгенің жартысын төлей алмайсыз. Ең кішкентай бірлік 1 теңге. Дәл сол сияқты табиғатта энергияның да ең кіші ақшасы бар, ол квант. Ол үздіксіз ағатын су емес, ол тамшымен беріледі. 1900 жылы неміс физигі Макс Планк осыны формуламен сипаттады. E тең h-nu. E дегеніміз кванттың энергиясы, nu дегеніміз сәуленің жиілігі, h дегеніміз Планк тұрақтысы. Планк тұрақтысының мәні 6,63 көбейтілген оның -34 дәрежесіндегі өлшем бірлігі джоуль көбейтілген секунд. Бұл өте кішкентай сан, біз бұл құбылысты күнделікті өмірде мүлде байқамаймыз. Бұл формула бізге өте маңызды нәрсені айтады. Энергия жиілікке тура пропорционал. Яғни жиілік үлкен болса, энергия да үлкен болады. Ал жиілік аз болса, энергия да аз болады. Мысалы, радио толқынның энергиясы аз, ал көрінетін жарықтікі орташа, ал рентген сәулесінікі өте қуатты. Сондықтан адам денесіне рентген сәулесі өтіп кетеді, ал радио толқын жай ғана ақпарат тасиды. Бұның барлығы кванттың нақты әсерінен туындайды. Эйнштейн осы формулаға сүйеніп фотоэффектін түсіндірді. Егер жиілік жеткіліксіз болса, электрон шықпайды, қанша жерден жарық күшті болса да. Ал егер жиілік белгілі бір шектен асса, электрон бірден ұшып шығады. Бұл энергияның кванттармен берілетіндігін дәлелдеді. Кванттық әлемде бөлшек бір уақытта бірнеше күйде болады. Оны ықтималдылықпен анықтай алады және өлшеу жүйенің өзіне әсер етеді. Яғни атом әлемі біздің логикаға мүлдем бағынбайды. Егер тағы да физика туралы қызықты ақпараттар білгілеріңіз келсе, лүпіл басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.